Қайырлы күн, менің арнамның оқырмандары және қонақтары, қош келдіңіздер. Менің бейне жазбамды тамашаламас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар дегім келеді. Бүгінгі менің дайындайын деп жатқан тағамым бұл түскі ас. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар дегім келеді. Ол үшін мен тауықтың сан еттерін алдым. Енді оны жақсылап жуып алғаннан соң осылай тез пісу үшін бірнеше жерден кесіп жатырмын. Міне менде осындай дүниелер пайда болды. Мен бұны уақытамай осылай бүтін күйінде пісіргім келіп жатыр. Енді мен дәмдеуіштерден тұз және чеснок арнайы дайындалған, және осындай бір 12 шөптен тұратын арнайы приправа алдым дәмдеуіштер. Енді бұларды жақсылап тұрып жағып, жаңағы тауық еттеріне әбден араластырам. Міне осылай әбден жақсылап тұрып араластырып алғаннан соң, енді бұл қуырылғанда әдемі түске бөлену үшін мен бұған бір қасықтай паприка салатын болам. Мен осыншама өзімше әбден араласқан жақсы көріп жатырмын. Әбден араластырып жатырмын. Міне осындай мен приправаны мен тағы да қоса араластырып жатырмын. Міне менің тауықтарым дайын. Енді мен бұны бетін жауып бірнеше сағатқа мұздатқышқа салып қоятын боламын. Құрметті менің арнамның қонақтары, менің каналымда бірнеше тағам түрлері, соның ішінде ұлттық тағамдар, ысы тағамдар, түрлі тоқаштар, түрлі салаттар рецептісі бар. Көрулеріңізге болады. Міне менің тауық етім бұл 2-3 сағат тұрды. Не осындай болған екен. Енді мен осындай бірнеше көкөністер алдым. Енді қызып тұрған майға жаңағы әзір тұрған тауық еттерін екі жағын қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді оған дейін көкөністерімді жылдамдап турап тастаймын. Көкөністерді мен уақытамайым, ірі-ірі қылып тураймын. Менің барлық бейне жазбамды қарап жүрсеңіздер, мен бүткіл көкөністердің бәрін ірі қылып турағанды жақсы көремін. Міне осылай қызанақтарымызды да турап алдық. Пиязымызды да турап жатырмыз. Міне менің тауықтарым осылай бір бетін қызарғанша қуырып алдым. Енді екінші бетін тағы да осылай қуырып алатын боламын. Әбден. Енді сәбізімізді осындай қылып турап жатырмын. Мен осы құралдың көмегімен сәбізді осылай қылып турайым. Әрі жылдам. Енді мен суым қайнап жатыр. Спагетти пісіргім келіп жатыр. Спагеттиларымды осындай қылып қайнап тұрған суға салып қоям. Өзі жайлап осылай отырады. Осыны санжқының көмегімен немесе басқа құралмен де өстіп батырып көмектесуге болады. Енді мен арасын чуть-чуть ашып қойып жатырмын.
Енді жалпы спагетти 8 минуттан 10 минутқа дейін піседі. Мен енді оның бетін жауып қойып, арасында қарап тұрамын. Біраз қандай тұз сеуіп жатырмын. Мен өте жақсы қайнап жатыр екен, араластырып қойып жатырмын. Бұдан кейін мен оны жақсылап тұрып сүзіп аламда, сол жаңағы баяу отта қазір қайтадан кішкене май құйып қоятын боламын. Міне менің окорочкаларым пісті, тауық еттерім пісті, осындай болып. Әдемі түске боялды, әдемі болып қуырылды. Енді мен осы майға барлық көкөністерімді салып, жазғандай қуырып алатын боламын. Енді мен бұларға өте көп дәмдеуіштер салмаймын. Өйткені тауық етінде дәмдеуіштерім бар. Сондықтан мен бұған тек азғантай ғана тұз бенен қара бұрыш қана салам. Сол жеткілікті деп есептеймін. Біздер жалпы тұзды өте көп пайдаланбаймыз. Тұздың дәмі шықса ғана болды. Міне енді бетін жауып кішкене қоямыз. Міне мен спагетти мен пісті, оны араластырып жатырмын. Енді кішкене тұрып қалғанда бір-біріне жабыспас үшін біразғандай өсімдік майын құйып араластырып қоямын. Менің отымның асты сөндірулі, соны табына ғана осылай ыссы болып тұру үшін қойып жатырмын. Міне мен көкөністерімде тым жақсы болып қуырылған екен, оның үстіне мен кішкене су құйдым орта стақандай, және жаңағы қуырып қойған тауық етін жаңағы әбден пісу үшін осы жаңағы көкөністерімнің үстіне қойып, дағы біразғандай қайнатып алатын боламын. Міне осылай әдемі пісіп жатыр. Енді мен дайын болған тағамдарымды осылай бөлек-бөлек араластырмай бір-біріне бетіне подливасын құйып, осындай ыдысқа салып әзірлеп қойдым. Енді бетін осындай менде біразғандай ғана петрушка қалған екен, осы петрушкамен әсемдеп жатырмын. Міне менде осындай түскі ас шықты. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет айтамын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Күнде осындай дәмді тағамдар салып тұратын боламын. Менімен бірге болыңыздар дегім келеді.